Ұлттың негізі тіл, дін, дәстүр, яғни тарихи жадымызды жоюды мақсат тұтқан отаршыл империяның талқандалып, тәуелсіздік тәжін кигенімізге биыл 30 жыл. Бұл тарих үшін қас-қағым сәт қана, бірақ қазір әлем дидары теңдессіз жылдамдықпен өзгеріп әрі дамып жатқанын ескерсек, аз уақыт емес. Бұл мемлекетіміздің қауіпсіздігін, геосаяси еркіндігін, территория тұтастығын қамтамасыз етіп, ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астында ұйыстырып отырған жаңа ғасырдағы қуатты Қазақстанның ұлы дәуірі. Еліміздегі ұлттар мен дәстүрлі діндер арасындағы бірлік басты байлықтарымыздың бірі. Ал тұрақтылық, тұғырымыз, қандай бір алмағайып заман болса да, біз халықтың осы рухани бірлігінсіз өркениеттер мен мәдениеттер көшіне жете алмаймыз. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы 2003 жылы әлемдік дәстүрлі діндер съезін өткізгендегі, бұл да әлемдік деңгейде рухани келісімге қосқан орасан зор үлесі деп білуге болады. Тарихқа кері шегінетін болсақ, тәуелсіздікке ие болған Қазақстанның ең басты қадамы Конституцияны қабылдаудан басталды. Басты құжаттың бірінші бабында Қазақстан зайырлы мемлекет деп көрсетілген. Демек, адамдардың діни көзқарасына байланысты кемсітуге жол жоқ. Сондай-ақ 2011 жылы бекітілген діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң саланың дамуына серпін берді. Қабылданып жатқан мемлекеттік бағдарламаларымыз, басқа да нормативтік құқықтық актілеріміз, ең бастысы ата заңымыздың осы мемлекеттің құруда алғашқы кезіндегі дұрыс қолға алынған, қабылданғандығын дәлел деп білеміз. Еліміздің тұрақты даму жолында мемлекеттік қызметкер ретінде, азамат ретінде бар күш-жігерімізді жұмсауға әрқашан дайынбыз. Зайырлы мемлекеттің ерекшелігі заң алдында кез келген діни бірлестіктердің мәртебесі бірдей болып көрсетілген. Яғни мәртебесі бірдей, бірінен бірі үстемдігі жоқ. Және де ар-жан сенім бостандығына зайырлы мемлекетте құқығы берілген. Конституциямызда бұл көрсетілген. Егемендік мерекесі азаттықты ұлықтайтын күн, азаматтарды ардақтайтын күн, тәуелсіздікті жырлайтын күн. Бұл ұлы даланың қарыс жерін қорғау үшін батырлардың төгілген қаны мен терінің өтеуі, бабалар арманы, аналар тілегі.